Көжектер. Үркек түні бойы білгір потпен ойнап, ұйқыға өте кеш жатты. Ойынға қатты берілгені соншалық, оятарды қосуды ұмытып кетті. Дайынсың ба? Кеттік, сабаққа кешігіп қалмайық. Бүгін мектепке қуыршақ театрының әртістері келеді. Бірінші сабақта солардың қойылымын тамашалаймыз. Әрине, кеттік. Жолдан үркекті де ала кетейік. Ол да дайын шығар. Ұйықтап қалыппын ғой. Үркек. Білгір потпен ойнап, түнде кеш ұйықтап едім. Білгір потпен ойнадым дейсің бе? Үй тапсырмасын орындадың ба? Үркек, достым, бүгін бізге қуыршақ театры келетінін қалайша ұмыттың? Достар, кешіріңдерші. Қатты ұйықтап қалыппын. Кітаптарың да дайын емес. Үркек, сен онда қазір тездетіп келген. Ал біз Үрпек екеуміз кітап дәптерлеріңді реттеп жинастыра берейік. Ақыры кешігетін болдық. Енді бәріміз бірге барып, мұғалімнен кешірім сұраймыз. Көжектер, сабақ басталып кетті ғой. Үшеуің бірдей неге кешіктіңдер? Мұғалім, барлығына мен кінәлімін. Үрпек пен маймонның еш кінәсі жоқ. Қалай? Олар да сен секілді кешігіп келген жоқ па? Иә, бірақ олар маған көмектесемін деп кешікті. Ал мен болсам, ұйықтап қалдым. Мұғалім, бізді кешіріңізші. Екінші рет қайталанбайды. Бұдан былай үркектің сабаққа кешікпеуін өзім қадағалаймын. Жақсы, оқушылар, сендерді бір жолға кешірейін. Бұдан былай қайталанбасын. Үркек сабақтан себепсіз кешіккеніне қатты ұялды. Білгір потпен түні бойы ойнауын енді доғарады. Бұдан былай ұқыпты болуға тырысады.